қаласы аумағында ауқымды үгіт-насихат жұмысы жүргізілгелі жатыр. Үгіт-насихат жұмыстары Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің, Түркістан қаласы төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерінің, сондай-ақ мынау жергілікті атқарушы орган тарапынан тұрғын үй газ техникалық инспекция қызметкерлері, Қазтрансгаз, одан кейін полиция органдарының қызметкерлерімен бірігіп үгіт-насихат жұмыстарын жүргізгелі жатырмыз. Үгіт-насихат жұмыстары тұрғын үй секторларын, үйлерді аралау арқылы жүргізілетін болады. Онда біз өрт қауіпсіздік қағидаларының қарапайым ережелерін, өртсіз улану фактілерін алдын алу тақырыптары бойынша үй иелеріне, үй тұрғындарына түсіндіру жұмыстарын жүргізетін боламыз.